Қазіргі кезде тұрақты немесе уақытша прописка деп айтамыз ғой, мекен-жайымызды тіркеуді ауыстыру үшін немесе тұру үшін постоянныйға, немесе уақытша пропискаға тұру үшін міндетті түрде халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ. Сіз өзіңіздің электронды цифрлық қолтаңбаңыз арқылы жеке кабинеттен тұрғылықты мекен-жайыңызды, болмаса уақытша мекен-жайыңызды ауыстыра аласыз. Тұрғылықты немесе уақытша мекен-жайды ауыстыру үшін сізге электронды цифрлық қолтаңбаңыз болса жеткілікті. Сіз үйді өзіңіз жаңадан алған үйдің иесі болсаңыз да, сіз өзіңіздің пропискаңызды ауыстыра аласыз, немесе үйдің хозяйны, хозяйкасы басқа кісі, яғни үйдің иесі, сіз сол үйге пропискаға тұрғыңыз келсе, оны да сіз egov.kz сайты арқылы запрос жіберіп орындай аласыз. Сізге бар болған тек қана жеке кабинетке кіру керек. Ол үшін войти электронды цифрлық қолтаңбаның аут ключін таңдау арқылы сіз құпия сөзді енгізіп жеке кабинетке кіре аласыз. Жеке кабинетіңізге ECP ключіңізбен кіргеннен кейін сізде дәл осындай страница ашылады, главный бет. Сіз оның ішінен гражданство, миграция и иммиграция деген бөлімді таңдап кіресіз. Сізде міне бірден осындай бет ашылады. Сізге керегі регистрация населения и снятие с регистрационного учета дегенді басасыз екінші қатардағы. Бұл сала бойынша сізге 6 қызмет түрі көрсетіледі. Оның ішінде прописка по месту жительству басып таңдайсыз. И одан ары қарай заказать услугу онлайн. Сізде бірнеше орындайтын шаг шығады. Каждыйын толтырып шығу керексіз. Цель прибытия другое таңдай салсаңыз болады, немесе жұмысқа келген болсаңыз оны таңдасаңыз. Общественная категория, сіз именно қандай категорияға жатасыз? Безработный, студент, домохозяйка, немесе сотрудник бюджетной организации. Болмаса сіз жеке кәсіпкерсіз ба, соны таңдайсыз. Уровень образования таңдайсыз. Өзіңізді сәйкес келетін жауапты таңдасаңыз болады. Бұл жерде сізден сұрайтын білім деңгейіңіз, қандай сотрудниксіз, сіз қай салада жұмыс істейсіз, және отбасылық жағдайыңыз, сіздің регистрация жасау, пропискаңызды ауыстыру причинаңызды сұрайды. Қала ішінде адресіңіздің ауысуы, немесе облыста, болмаса Қазақстан бойынша облыстан облысқа ауысу, қайсысы сіздің жағдайыңызға сәйкес келеді, соны таңдайсыз. Міне ең астында главный жері үй кімдікі. Сіз өзіңіз собственник болсаңыз, я собственник деген батырманы бассаңыз, сіздің атыңызға тіркелген үй бірден шығады. А егер сіз үйдің иесі болмасаңыз, бірақ сол үйге пропискаға тұрғыңыз келсе, я не собственник батырмасын басасыз, мына жерде хозяинның иінін сұрайды, ЖСН, толтырасыз және үйдің адресін көрсетесіз. Сол кезде иінің, хозяинның иінің жазған кезде мына жерде хозяинның аты жөні шығады және адрес бойынша үй табылады. Барлығын толтырғаннан кейін проверить деген жасыл кнопка активный болады, бұл жасыл түске боялады. Сіз запрос жібере аласыз, егер сіз үйдің иесі болмасаңыз. Одан кейін үйдің иесінің электронды цифрлық қолтаңбасы менен жеке кабинетіне кіресіз. Кіріп, үйдің хозяйны сіздің сол үйге пропискаға тұруына одобрениесін, яғни келісімін береді. Сөйтіп, сіздің пропискаңызды ауыстыру немесе тұруды онлайн түрде сіз жүзеге асыра аласыз. Ал егер сіз хозяин болсаңыз, үйді жаңадан алған болсаңыз, сіз екі түрлі жолменен үйді таба аласыз. Указать область, немесе ввести регистрационный код адреса. Указать область болса, сіз мекен-жай бойынша табасыз. Алматы қаласы.
сізде міндетті түрде шығады. Иесі ретінде өзіңіздің мүлкіңізді, яғни үйіңіз қайда орналасқан адрес бойынша болмаса регистрационный код бойынша тауып, мекен-жай бойынша үй квартира немесе дом шығады, соны белгілейсіз. Продолжить кнопкасын басқаннан кейін сізге екінші кілтпен подписать етуді сұрайды. Ал егер сіз басқа біреудің үйіне пропискаға тұратын болсаңыз, яғни басқа адамның атындағы үйге, ол кезде де дәл солай үйдің адресіне береді еткеннен кейін сайт, база өзі автоматты түрде үйді табады. Таңдап сол адрестегі үйді тоже запрос жіберуге екінші ЕЦП-ның екінші РСА кілтіменен подписать етіп запрос жібересіз.